Ұлттық арна көрермендері, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы біз өздеріңізбен дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2-нің аралығында күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Пневмония жұқпалы ауру түріне жатады. Алайда бұл аурудың алдын алуға болады. Бұл туралы қазір біздің қонағымыздың өзі айтып береді. Барлық сұрақтарыңызды тікелей эфирге қоңырау шалу арқылы қоя аласыздар. Келесі қонағымызбен таныс болайық. Педиатр Жазира Әскербекқызы келіп отыр екен. Жазира ханым, келе қойыңыз. Астана қаласының номер 1-ші балалар ауруханасының дәрігері, иә? Жазира, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, тамаша. Ақ халатты абзал жандарды өте сондай қатты сыйлаймын. Мен бірақ қашан айтам, бірақ өте қатты қорқам сіздерден. Қорқпаңыз. Иә, кішкентай кезімнен осы сіз сияқты жаңағыдай жандарға қарап, қалай күні түні ауырып жатқан жандардың жанында жүру, әрине ол оңай емес. Үлкен сабырлықты, үлкен мықтылықты, білімді талап етеді. Қалай жүресіз? Әсіресе бала ауырған кезде. Оған қой деп айта алмайсың, тыныш деп айта алмайсың. Бала ауырып жатқан кезде жылай береді. Осы ретте қандай бір жақсы бір нелер табасыз? Бірінші баламен сөйлесе білу керек қой. Бала ауырған кезде баланың ең бір жақсы қасиеті ауырғаны басылған кезде жақсы жері. Олар бірінші күлімсірейді. Соның өзі бақыт қой, баланың күлімсірегенін қарап отырған. Иә. Сондықтан да 24 сағат жүрсеңіз де, 36 сағат жүрсеңіз де, сол балалардың өмірі біз үшін әрқашанда қымбат болып есептеледі. Сол үшін еңбек етіп жатырмыз, сол үшін тәжірибе жинақтап жатырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымызға келетін болсақ, пневмония. Пневмония ол неден басталады? Ол негізі пневмония дегеніміз өкпенің қабыну ауруы. Қабынып зақымдану ауруы. Оның негізі шақыратыны негізі жедел респираторлы вирусты инфекциялар болады. Немесе бактериалды болады, немесе вирусты болады. Қазіргі таңда біздің Қазақстан бойынша пневмонияның ауыратын балалардың саны өте жоғары болғандықтан, біз Қазақстан бойынша 14 жылдан бері жаңа бағдарламамен жұмыс істеп жатырмыз. Оны айтамыз, әр жас баланың интегривті бақылау баланы. Қанша пайызы қазір? Қазір бізде сол бағдарламамен 14 жылдан бері жұмыс жасап жатырсақ, мысалы, биыл алла жаса 17 жыл басталды. Өкпе ауыру, қабыну ауруынан біздің статистика бойынша кішкене алға жылжық деп есептеуге болады. Пневмония ауру науқасынан кішкене төмендедік. Не себепті? Өйткені мына бағдарламада баланы нәресте туылған жағдайдан 5 жасқа дейін балаларды бақылау. Жазира Әскербекқызы, ең алдын жағдай бала осы пневмония ауруынан шалдығады ғой, ең қабыну процесі қайдан пайда болады? Қабыну процесі мына көрсетіліп тұрған суреттегідей. Тамақтан ба, суық тигеннен ба? Бірінші, біз айтамыз, негізі бұл вирусты инфекциядан басталады. Вирусты инфекция ол жедел респираторлы вирусты инфекция. Ол шаң, таза ауа тозаң арқылы жұғатын ауру, ауа тамшылы жолмен жұғатын ауру. Немесе айтамыз, кішкене нәрестелі балаларда өкпенің дамуы, бронхтардың дамуы енді жетіліп келе жатқандықтан, олар суық ауанда қармап қалуы мүмкін. Сол қармап қалған кезде өкпенің тыныс алу, жоғары өкпе тыныс алу жолдарына зақым тиеді. Ол қалай? Мысалы, өкпеде қабыну процесі болған кезде, бірінші балада слиздің бөлінуі, яғни сілекейдің бөлуі нашарланып, құрғақтанады. Балада жөтел пайда болады. Бірінші жөтелдің пайда болғандықтан, біз айтамыз, балада жаңадан жедел респираторлы вирусты инфекция дамып келе жатыр деп. Ол қалай дамиды? Біз бағдарлама бойынша біз өзі өкпенің қабыну процесін 4 сатыға бөлеміз. Ең үлкен сатыда тұратын өте ауыр, жұқпалы өкпенің қабыну ауруы, ол ең жоғары сатыда тұратын. Яғни баланың жағдайы күрт төмендеуі. Екіншісі ауыр пневмония деп айтамыз. Үшіншісі ауыр емес пневмония, ал ең 4-ші деңгейде жеңіл түрі, ол жедел респираторлы вирусты инфекция деп айтамыз. Немесе ол орысша айтқанда простуда, қазақша айтқанда просто тұмауратты деп айтамыз. Немесе көрермен бар екен, Жазира осы жерде тыңдап көрейік. Сосын әрі қарай тақырыбын жалғастырамыз. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз, иә, бірге таңдаймыз бағдарламасы. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен бүгінгі дәрігерге сұрақ қойын деп едім. Қойыңыз. Иә.
Қандай сұрақ бар? Мен жас ана едім, бірінші балам еді. Сол қызым 40-нан шыққалы, мен өзім грипп болдым, 40-нан шықпай тұрғалы. Одан кейін бұл қызыма жұқтырып алдым. Енді бұл қызымның өкпесінде әлі сырылы бар. Міне 4 ай болды. Оған педиатрларымыз, өзіміздің дәрігеріміз дәрі берді, одан укол салдырды, 40-нан шыққалы. Сосын әлі қақырық түспей жатыр. Ол ертең зиян емес пе? Сол жағын сұрайын деп едім, дәрігер жауап берсе екен. Сіз дәрілер іштіңіз ғой, көмектеспеді ма сонда? Иә, дәрі іштік, укол салдырды, вообще көмек бермеді. Сұрағыңыз бар ма осы ретте, Жазира? Мен сізге айтайын, мен жауап берсем. Сіз балаңыз 40-нан енді шығып жатыр. Сіз 40-нан шықпай тұрып баланы ауырып жатырсыздар. Ем алдыңыздар. Ем алғанда сіздер ауызға бердіңіздер. Сіздер сізге сұрағым, ингаляция жасадыңыздар ма? Байланыстың нөміріміз үзіліп кетті. Ингаляция мүмкін жасаған шығар, өткен әрине қанша ай болды? 4 айдан бері айтып тұр. Ол егер бала 4 айдан бері 40-нан шыққалы бері бала ауырып жатса, біз қабыну процесі, өкпеде қабыну процесі 6 айдан 1 жылға дейін рассасывание деп айтамыз, немесе пневмонияның жазылу кезеңі деп айтамыз. Сол жазылу кезеңінде, сол цикл аралығында балаға қосымша үйге келеді, вирус аурумен келеді, біреу түшкіріп келеді, біреу мұрнынан су ағып келеді. Оның бәрі воздушный капельный путем жұғады деп айтамыз, ауа тамшылар арқылы жұғады деп айтамыз. Сол кезде баланың үстіне ене берсе, вирусты ауру, ол пневмония оңайлықпен жазыла қоймайды. Ал менің айтатыным, ол баланы бірінші айтатынымыз кеңесіміз ата-аналарға. Әрқашанда баланы сақтау керек. Бірінші очередь, бірінші кезек, кешіріңіз, мен сіз сөзіңізді бөліп отырғанымызға. Бірінші кезең, бірінші бөлмені всегда әрқашанда жеделдетіп отыру керек. Яғни жаңа форточканы ашып, жеделдетіп отырса, тазартып отырса, күніне 2 рет. Сосын үйге келген адам бірінші келген кезде бізде қазақта айтамыз, бірінші қол жуамыз деп. Сол негізі өте дұрыс. Қолда келген адам, сырттан қонақ келген адам, қолын сабындап жуу керек. Балаға жақындамас бұрын, баланы сүймес бұрын. Біз қазақ халқы баланы әрқашан сүйіп өмір сүрген адамбыз. Маңдайынан иіскемесек болмайды. Сондықтан да менің айтарым, келген адам қолын жуып, ол тек қана баланы алдын алу, ауырмастың жолын іздеу керек, ауырмаудың. Жазира ханым, осы сіз білесіз, мен жақсы білем, сіздің ата-аналарыңыз кезінде ауылда ата әжелер таңертеңнен кешке дейін құдай қонақтар келіп, беттен де, мұрыннан да, көзден де, маңдайдан да, және ауылда бүйтіп сырттан жаңағыдай келетті, ол қол жуып келеді, кейде жаңағыдай жүгіріп келіп, сонда шүкір ешқандай мына аурулардың атын да білмейтінбіз. Бір қабыну, бір жөтелу, бір ауырып қалу, сырқаттану деген түсінік те болмайтын. Шын айтайын, осы уақытқа дейін шүкір дейінші, шүкір. Осы уақытқа дейін мен ауруханада жатып көрген адам емеспін. Жаңағыдай суық тию деген мүлдем болмайтын. Неліктен қазіргі кезде балалар кішкене бір жақындап қалса әлсіз түшкіреді, кішкене бір тиіп қалса жөтеле бастайды, бірдеңе болса салқын тиеді. Ал кезіндегі сол біздер ешқандай ондайды көрген жоқпыз. Неліктен соның жаңағыдай несі қайдан пайда болды деп ойлайсыз? Оны егер айтатын болсам, өмір өзгереді, адам өзгереді, адамның организмі өзгереді десем де болады. Біз қазіргі жастарымыз шыны керек 90% мен сау деп айта алмаймын. Өйткені олардың өздері ауыр болып туылған, олардың әке-шешелері ауыр туылған. Түсінікті ме? Сонда қарап тұрсақ, біздің әр тұқымымызбен, тұқым қуалаушылығымызбен иммунитетіміз төмендеп бара жатырған сияқты. Әлсізденіп бара жатырмыз ба сонда? Сонда әлсізденіп бара жатқанымыз. Егер біз қазір профилактика ауырмайтын жол іздесек, алдын алсақ, біздің балаларымызды алдын алар еді ғой солай. Біз көрсетсек, тәрбиемізбен көрсетсек. Түсінікті. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Тыңдап тұрмын. Алло. Сіз тыңдап тұрсыз. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы күн. Мен педиатрға сұрақ қойыңыз деген ем. Қойыңыз. Менің қызым бронхопневмония болып ауырады, астынан ауырып келген басы. Сосын одежкасы күшейіп кете береді, реанимацияға қайта түсіп кете береді. Оған не істеуге болады? Сіз біздің ауруханада жатып емделдіңіз бе? Біз Астана қаласында емделдік, инфекционныйда да. Аха. Бізді Гүлшірін Исаева деген врач емдеген. Аха.
Сіз қазір Астанада болсаңыз, маған келсеңіз болады, мен сізге рекомендация, нұсқау жазып беремін. Мен қазір Астанада емес, оңтүстікке келгенбіз. Бізге негізі климат ауыстыруға болмайды деген. Бірақ біз срочно келдік. Сосын одежкасы күшейгенде прям демаламай қалды, прям реанимациядан шыға береді сразу. Соған не істеуге болады деймін да, сол одежка күшейіп кетпеу үшін. Балаңыз неше жаста қазір? 1,5 жасар. 1,5 жасар. Кішкентай. Енді мен не айта аламын? Баланы бақылаудан өткізу керек, қарау керек, тексеру керек. Мен сізге былай істеңіз деп нұсқауды бере аламын, бірақ ол нұсқауды беретін сіздің өзіңіздің жеке дәрігеріңіз, сол тұрғылықты жеріңізде. Егер сіз Астанада болсаңыз, Астанаға келетін жолыңыз түсіп отырса, әрқашанда есігіміз ашық, бірінші қалалық балалар ауруханасына келсеңіздер болады. Әрқашанда өзіміздің көмегімізді аямаймыз. Ал жаңағы Жазира ханым, 3-ші, 4-ші жаңағыдай айтып отыр, сол ең ауыр кезеңге келген кезде емделуге бола ма? Ең ауыр кезеңде емделуге келеді. Болады. Неге? Қандай тәсілдермен? Қандай тәсілдермен? Бірінші біз баланың жағдайын клиникалық тұрғыдан қарайтын болсақ, белгілерін, ауру белгілерін қарайтын болсақ, баланың белгілері ауруханаға сай немесе интенсивті шара қолдану бөлімшесіне сай болатын болса, дереу біз сол жерде ауыстырамыз. Дереу емді біз 10 минутта күтпейміз, 1 сағатта күтпейміз, 5 минутта күтпейміз. Баланы алдын алу мақсаты сол әрі қарата асқындырмау мақсатына біз жұмыс жасаймыз. Укол саласыздар ма, дәрі бересіздер ма, ингаляция жасайсыздар ма? Комплексті терапия деп айтамыз. Комплексті ем алады. Ингаляция да болады, оның ішінде антибиотик та болады. Инфузия алатын болса, ерітінділер құю керек болса, интоксикацияны снимать ету керек болатын болса, өйткені интоксикация деген өте жаман нәрсе. Баланың организмі уланып жатырған кезде интоксикацияны снимать ету керек. Сол барлығын іс-шараларды алу үшін, оны комплекс шара, оны біз әр аурудың өзінің емдеу жолдары болады. Соны емдеуге тырысамыз. Түсінікті. Хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Біздің тақырыбымыз сондай қызықты болуда. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, сәлеметсіз ба? Қайырлы күн. Сізге сұрақ қойын деген едім. Я? Біз күні кеше пневмония, двусторонняя пневмония болып, правый жағында сегментарная деп, тяжелый деп больницаға түсіп қалғанбыз ғой. Күні кеше шықтық. Енді содан кейін қандай күтім қажет? Қайталанбас үшін. Барлық жерде, мен жауап берсем, барлық жерде осы бізде қабыну процесінен кейін нұсқаулар беріледі. Бірінші нұсқауларда пневмонияның алдын алу үшін, әрі қарата асқындармау үшін профилактика, бірінші ингаляция жасау керек болады. Ингаляторды сіздер білесіздер. Барлық жерде халық қолданады бұл ингаляторды. Халық арасында өте көп таралған. Ингаляцияны үйде бар жолмен жасауыңызға болады. Кішкентай балаларға да, кішкентай балаларға, туылған балаларға да жасаймыз. Газдалған су ғой. Бар жолмен деген газдалған су. Өзіміздің табиғат жылы күйінде, үйдің температурасына деңгейінде, суық та болмау керек, ыстық та болмау керек. Шайқай ма? Шайқамайды, оны парменен дышать етеді. Мына жерден, бұл құралды қай жақтан алса болады? Бұл құралды барлық дәріханаларда сатылады. Дәріханаларда мен қалжыңымда бар. Ингалятор алмасаңыздар үйге жібермеймін дейтін. Не выпишу деп, үйге қарата жібермеймін дейтін қалжыңымда бар. Бұл ингалятордың көмегі пар арқылы жұтқыншақ жоғары тыныс жолдарын тазартамыз, көмектесеміз балаға. Ал енді ондай сәл кішкене жөтеліп қалып жатамыз ғой, тұмауратып, сол кезде осы ингаляция жасау қажет пе әлде жоқ па? Өте қажет десе де болады. Өйткені шырыш бөлінген кезде шырыш құрғақтанып кетеді. Сол шырыш құрғақтанғаннан ол жөтел пайда болады. Мына жерден даже көрсетуме болады. Шырыш мына жерде құрғақтанғаннан даже біз ингаляция жасасақ, ол бумен жібет баланың жөтелі төмендейді. Балаға кішкене жеңіл болады, жөтелуіне жеңіл болады. Өйткені ол жерде қышыну болады. Қышынған кезде ауырсынады бала. Үлкен кісілерде өзі ауырсынады ол жөтелген кезде. Сол үшін ингаляцияның маңызы зор деп айтамын. Өткендері жөтеліп барлығымыз сөйтіп бір кезең басталған осы жаңа жылдың алдында. Науқан болды ма білмеймін, әйтеуір барлығымыз тұмауратып, суық тиіп. Сол кезде бұл ингаляцияға білмеймін, әйтеуір сүтпен, маймен, сорпамен, кәдімгідей қазақы жолмен, сөйтіп балмен жаңағыдай емделген сияқты болдық енді. Мына ингаляцияны жасап көрмеппін, өмірімде жасап көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Айтамын, жасап көріңіз.
3 күн жасасаңыз, сосын маған хабарласасыз. Қандай жағдайда болдыңыз, соны айтасыз. Тамаша, Жазира ханым, керемет қылып жаңағыдай айтып жатыр осы тақырыпты. Негізі пневмониямен ауыратын балалардың арасында ол балалар басым болып келеді. Көбінесе бұл тізімде жаңа туылған нәрестелерде басым. Шала туылған нәрестелер жаңағы бронхиолитпен 4 есеге және пневмониямен 11 есеге жиі ауырады. Әсіресе жүректің туа пайда болған ақаулары кезінде пневмонияның қаупі жоғары болады. Өйткені қан айналым жүйесіне тым көп түседі екен. Қысым түседі. Көп күш түседі. Енді, Жазира ханым, ондай дүние болмас үшін тіпті пневмония жөтел деген сайын өзімнің де бір тамағыңыз қышынып тұр ма? Психологиялық егер айтамын, адам ауырып жатырмын, ауырдым, ауырайын деп жатқан сияқтымын десе, автоматты түрде адам ауыра бастайды. Солай емес пе? Ал енді оны ішкі өзіңнің ағзаңыз күресу керек. Және психологиялық жағынан да өзіңіз күресіп, оны жеңу керексіз. Солай емес пе? Бәрі дұрыс болады. Мынаны қазір қабылдаймын. Тез-тез жұмыстарымды жасап, қалыпқа келем деп өзің еңбек етіп бір жағдай өзіне сенім болу керек. Сонда бір-екі күннен кейін бір шын мәнісінде бір жазылып кететін сияқтысың. Ойында өз басымнан өткен. Жазира Әскербек қызы, сізге көп рахмет. Біздің балаларымыз ауырмасын. Ауырмасын. Елдің болашағы солар ғой. Алдыңызға келдірмесін. Тек қана ауырмайтын жол іздейік. Сіз де ауырмаңыз. Халықты абзал жандар ауырмай жүрсе, көңіл күй көтеріңкі болса, дені сау болса, біздің де жағдайымыз дұрыс болады деген сөз. Аман жүріңіздер сіздер. Көп рахмет. Бірер минуттан соң дәмді ас әзірлейміз. Арнадан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бізде жарнама.